Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика 70-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып көбейтудің үлестірімділік қасиетін білетін боласың. Және бірінші және 7-ші есептерді бірге шығаратын боламыз. Бірінші есепке қарайық. Гүлбақтағы алаң гүлзармен безендірілген. Бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара, әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Бізде гүлбақ берілген, бұл алаңда гүлзармен безендірілген гүлдердің қанша екенін табуымыз керек. Бізде 3 қатар берілген, 1, 2, 3 қатар берілген. Бір қатарда бізде 4 ақ гүл бар екен, 1, 2, 3, 4. Ал қызыл гүл бізде 2. 1, 2. Енді біз бұны бұлай жазамыз. 4 қосу 2 дейміз. Яғни 1, 2, 3, 4 ақ гүл, 4 қосу 2 қызыл гүлді жазамыз. Шақшаның ішіне екеуін қосамыз, көбейтеміз 3-ке, яғни 3 қатар бар бізде. 1, 2, 3 қатар бар, 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде жақшаның ішін бірінші қосамыз, 6 болады, көбейтеміз 3-ке, сонда 18 шығады. Сонда бізде 18 гүлзармен безендірілген екен. Енді келесіде мынандай түрмен шығаруға болады. Бізде 4, яғни 3 қатар бар, бірақ 4 ақ гүл бар. 1, 2, 3, 4. Ал қызыл гүлден бізде 2. 1, 2. Және 3 қатар бар, 1, 2, 3 қатар бар. Бұны біз бұлай жаздық. 4 қосу 2, жақшаның ішіне көбейту 3 деп жаздық. Енді екінші үлестірімді түрмен жазуға болады. Бізге жеке-жеке көбейтуге болады. Яғни 3 қатар. Міне бірінші 4 ақ гүлді көбейтеміз 3 қатарға. Келесі 2 қызыл гүлзарды көбейтеміз 3 қатарға. Жеке-жеке көбейтеміз. Сонда 4 көбейту 3 12 болады. 2 көбейту 3 6 болады. 12-ге 6-ны қосқан кезде 18 саны шығады. Қосындыны санға көбейтудің бірнеше тәсілі бар. Бірінші тәсіл қосындыны тауып, оны санға көбейту. Екінші тәсіл әр қосылғышты сол санға көбейтіп, шыққан көбейтінділерді қосу. Бұл көбейтудің үлестірімділік қасиеті деп аталады. Яғни А қосу В көбейту С. Енді бұны үлестірімділік қасиетке айландыру үшін біз жеке-жеке көбейтіп аламыз. Яғни жақшаның ішіндегі А-ны С-ға көбейтеміз, В-ны С-ға көбейтіп, екеуін қосады екенбіз. Екінші есеп тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен қалай тапқаныңды түсіндір. Бізде тіктөртбұрыш берілген, яғни ұзындығы А, ені В. Біз периметрін табуымыз керек. Периметріміздің формуласы пи тең жақшаның ішінде ұзындығы мен енін қосамыз және 2-ге көбейтеміз. Бұл жерде бізде А-ның мәні 5 см, Б-ның мәні 3 см-ге тең. Енді біз периметрін табуымыз керек. Периметрін табу үшін жақшаның ішіне 3 қосу 5, көбейту 2. Яғни 3-ті 5-ке қосқан кезде 8, енді көбейтеміз 2-ге. 8-ді 2-ге көбейткен кезде 16 см шықты. Енді біз бұл периметрін табудың екінші тәсілін пайдаланамыз. Ол үлестірімділік қасиетті пайдалана отырып есепті шығарамыз. Периметрін табамыз. Периметр тең жақшаның ішіне 3 қосу 5, жақша жабылған көбейту 2. Енді бұны біз жеке-жеке көбейтіп аламыз. 2-ні міне 3-ке көбейтеміз. Қосу белгісін қоямыз. 2-ні 5-ке көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 5-ті 2-ге көбейтсек 10.
Сонда бізде 16 сантиметр шықты. Үшінші есепте. Бізде 20 қосу 30 көбейту 5. Біз бұны жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 20-ны 30-ға қоссақ 50 көбейтеміз 5-ке. Тең 250 болады. Енді біз бұны үлестірімділік қасиетті пайдаланып екінші тәсілмен шығарамыз. Жазып аламыз. Тең. Енді жеке-жеке жақшаны ашып көбейтеміз. 5-ті бірінші 20-ға көбейтеміз. Екінші 5-ті 30-ға көбейтеміз. Енді осыларды көбейтіп шыққан сандарды қосамыз. 20-ны 5-ке көбейтсек 100, 30-ды 5-ке көбейтсек 150, екеуін қосқан кезде 250 саны шығады. Келесі бізде бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 70-ке 20-ны қоссақ 90, көбейтеміз 4-ке 360 шығады. Үлестірімдік қасиетпен шығаратын болсақ, жеке-жеке көбейтеміз. Міне қараңыз, 4-ті бірінші 70-пен көбейтеміз. Екінші 4-ті 20-мен көбейтеміз. Сонда бізде 70-ті 4-ке көбейтсек 280, 20-ны 4-ке көбейтсек 80 болады. Екеуін қосқан кезде 360 саны шығады. Келесі бізде 5 қосу 4 көбейту 70. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 9 шығады. 9-ды 70-ке көбейтсек 630 саны шығады. Енді үлестірімдік қасиетке салатын болсақ, жеке-жеке көбейтеміз. 70-ті 5-ке көбейтеміз. 70-ті 4-ке көбейтеміз. 5-ті 70-ке көбейткенде 350, 4-ті 70-ке көбейткенде 280, екеуін қосқан кезде 630 саны шықты. Келесі 3 қосу 4 7 болады. 30-ға көбейтсек 210 болады. Үлестірімділік қасиетпен шығарамыз. Жеке-жеке көбейтеміз. 3-ті 30-ға көбейтеміз, 4-ті 30-ға көбейтеміз. 3-ті 30-ға көбейтсек 90 болады, 4-ті 30-ға көбейтсек 120 болады. Екеуін қосқан кезде 210 саны шығады. Келесі есеп бізде 180 шықты. Үлестірімділік қасиетпен бізде жеке-жеке көбейтеміз. Жақшаны ашып, 20-ны 6-ға көбейтеміз, 10-ды 6-ға көбейтеміз. Екеуін көбейтінділерін қосқан кезде 180 саны шықты. Келесі есеп бізде 140 шықты. Бұны біз үлестірімділік қасиетпен жақшаны ашып, жеке-жеке көбейтеміз. 2-ні 40-қа көбейтсек бізде 80 болады. 30-ды 2-ге көбейтсек 60 болады. Екеуін қосқан кезде 140 саны шығады. Келесі 20 қосу 10 көбейту 8. 20-ны 8-ге көбейтеміз, 10-ды 8-ге көбейтеміз. 20-ны 8-ге көбейтсек 160, 10-ды 80-ге көбейтсек, 10-ды 8-ге көбейтсек, 10-ды 8-ге көбейтсек 80 болады. Екеуін қосқан кезде 240 саны шығады. Келесі 5 қосу 3 көбейту 10. Жақшаның ішін бірінші орындалады. Негізінде олай орындайтын болсақ, бізде 80 шықты. Енді біз бұл жерде үлестірімділік қасиетті пайдалана отырып, жақшаны ашып, жеке-жеке көбейтеміз. 5-ті 10-ға бірінші көбейтеміз. Қосу амалын қойып, 3-ті 10-ға көбейтеміз. Сонда 5-ті 10-ға көбейтсек 50 шығады, 3-ті 10-ға көбейтсек 30 шығады. 50-ге 30-ды қосқанда 80 саны шығады. Төртінші есептің А нұсқасына қарайық. Гүлзарлардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Бізде бірінші тіктөртбұрыштың, яғни гүлзардың периметрін табуымыз керек. Бізде ұзындығы 6 метр, ені 4 метр жазамыз. А тең 6 метр, В тең 4 метр. Бізде периметрдің формуласына саламыз. Сонда периметрін табу үшін 6 қосу 4 көбейту 2 деп жазамыз. Енді біз бұны былай жазуымызға да болады. Бір қабырғасы 4, екінші қабырғасы да 4, 6 метр. Яғни 4 қабырғасын қосқандағы мәні периметрі 20 метр болып шығады. Енді үлестірімділік қасиетті пайдаланып
шығаруымызға болады. Біз ол үшін біз жақшаны ашып 6 көбейту 2, 4 көбейту 2 деп жазамыз. 6 көбейту 2 қосу 4 көбейту 2. 6-ны 2-ге көбейтсек 12, қосамыз 4-ті 2-ге көбейтеміз 8 тең 20 метр болады. Енді келесі суретке, келесі тіктөртбұрышқа қараймыз. Ұзындығы 20 метр, ені 10 метр. Жазамыз А 20 метр, В 10 метр. Енді периметрін табу үшін біз барлық қабырғаларын қосып тапсақ та болады. Мысалы 20 метр қосамыз 20 метр, яғни екінші қабырға бізде 20 метр. Келесі 10 метр, ені 10 метр. 4 қабырғасын қосқан кезде бізде 60 метр шықты. Енді периметрді формулаға салып, формула бойынша шығаратын болсақ, жақшаның ішіне ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. 20-ны 10-ға қоссақ 30, 30-ды 2-ге көбейтсек бізде 60 саны шығады. Енді бұны біз үлестірімділік қасиетті пайдалана отырып шығаратын болсақ, жеке-жеке көбейтіп аламыз. Яғни жақшаның ішінде 20 метр бірінші көбейтеміз 2-ге, қосуды бірінші жазып алайық. Формула бойынша 20 метр қосу 10 метр көбейтеміз 2-ге тең. 20-ны көбейтеміз 2-ге, 10-ды көбейтеміз 2-ге тең. 20-ны 2-ге көбейтсек 40, қосамыз, 10-ды 2-ге көбейтсек 20 тең 60 метр шығады. Төртінші есептің ә нұсқасына қарайық. Осыған ұқсас есептер құрастырып көр дейді. Біз тіктөртбұрыш сыздық, ені 7 метр, ұзындығы 10 метр деп алдық. Енді біз бұны периметрін табуымыз керек. Периметрін табу үшін біз барлық қабырғасын қоссақ та болады. Міне 7 қосу 10, қосу 7, қосу 10, яғни 34 метр шықты. Енді формулаға салатын болсақ, 7 метр қосу 10 метр көбейту 2 деп жазамыз. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 7-ге 10-ды қоссақ 17, көбейтеміз 2-ге 34 метр шығады. Енді біз үлестірімділік қасиетті пайдалана отырып шығарамыз. Демек біз 7-ні 2-ге көбейтіп жазамыз. 7 көбейту 2, 10-ды 2-ге көбейтіп жазамыз. 7-ні 2-ге көбейтсек 14, 10-ды 2-ге көбейтсек 20. Сонда 34 метр шықты. Бесінші есеп, ұзындығы 7 метр, ал ауданы 21 метр квадрат. Бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек? Біз бұл жерде бірінші біз енін табуымыз керек, одан кейін біз периметрін табуымыз керек. Енін табу үшін біз ауданын бөлеміз ұзындыққа. Демек жазамыз А тең бізде 7 метр, ауданы 21 квадрат метр, біз оны табуымыз керек. Бізде формула міне мынау. Енді біз ары қарай В-ны табу үшін S бөлу А деп жазамыз. Яғни ауданның формуласын бірінші жазып аламыз да, сол формулаға қарап ұзындығын енін табу үшін ауданын ұзындыққа бөлеміз. Сонда 21 метр квадратты бөлеміз 7-ге 3 метр шықты. Енді біз периметрін табу үшін А бізде 7 метр, В бізде 3 метр болды. Периметрді табу үшін міне мына формулаға саламыз. Сонда біз А 7-ге тең, В 3-ге тең, көбейтеміз 2-ге.
7-ні 3-ке қоссақ 10, көбейтеміз 2-ге 20 шықты. Енді біз үлестірімділік қасиетті пайдалана отырып периметрін табатын болсақ, жеке-жеке көбейтеміз. 7-ні 2-ге көбейтеміз, 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 7 көбейту 2, 14, 3 көбейту 2, 6, 14-ке 6-ны қосқан кезде 20 метр квадрат шықты. Жоқ, квадрат емес, 20 метр шықты периметрі. Жауабы 20 метр қоршау қажет. 6-шы есеп, тік төртбұрыштың периметрі 20 сантиметр. Ұзындығы 6 сантиметр. Тік төртбұрыштың енін тап дейді. Біз енін табу үшін біз бірінші периметрдің формуласын жазып алайық. Периметрдің формуласы бізде белгілі. Периметр бізде 20 сантиметр. Ұзындығы 6 сантиметр. Енді біз енін табуымыз керек. Ол үшін біз енін табу үшін периметрді, бізде периметр 20, 20-ны 2-ге бөлеміз. Одан азайтамыз ұзындығын. Енді осыған қарап шығарайық. Периметр бізде 20, 2-ге бөлеміз, азайтамыз 6-ны. Ұзындығы бізде 6. Енді 20-ны 2-ге бөлсек 10, азайтамыз 6-ны 4 сантиметр шықты. Тік төртбұрыштың ені 4 сантиметр. 7-ші есепке қарайық. Біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жөке, қалғандары үйеңкі отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар. Неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызды. Біз соны табуымыз керек. Мектепте 800 оқушы бар. Қайың 2-ден 1 бөлігі табуымыз керек, қанша бала екенін. Жөке 4-ден 1 бөлігі қанша бала екенін табуымыз керек. Үйеңкі жалпы қанша бала отырғызған табуымыз керек. Енді біз ол үшін 800-ді бөлеміз 2-ге. 400 шықты. Бұл 400 қайың отырғызған балалар. Енді 800-ді бөлеміз 4-ге, 200 шықты. Сонда 200 бала жөке ағашын отырғызған. Енді біз үйеңкіні табу үшін 800 оқушы бар, 400-і қайың, 200-і жөке. Енді осы екеуін қосып 800-ден азайтамыз. Мысал үшін бұлай алсақ болады. 800 оқушы бар. Енді бұның 3-ке бөлдік. 3-ке бөлгенде қайың, жөке, үйеңкі. Қайыңды 400 оқушы отырғызды. Жөке 200 оқушы отырғызды. Енді біз үйеңкіні табуымыз керек. Үйеңкіні табу үшін біз 800 оқушыдан қайың мен жөке отырғызған оқушы санын азайтамыз. Сонда біз 400-ге 200-ді қосып 800-ден азайтамыз. 800 азайту 600, 200 болады. Сонда 200 оқушы үйеңкі отырғызған екен. Сонда бізде жауабы болады 400 бала қайың, 200 бала жөке, 200 бала үйеңкі отырғызды. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.